Сәлем достар, сәлем қадірлі оқушылар. Бүгін тағы да сіздермен Түркістан облысы Сайрам ауданы 4-ші мектеп гимназиясының химия пәні мұғалімі Абубакирова Феруза Ахмаджановна, яғни мен химия сабағын жүргізетін боламын. Бүгінгі біздің тақырып табиғи газ және мұнай. Біз бүгін сабақ мақсаты десем болады, нені үйренеміз? Қазақстандағы табиғи газ және мұнайдың орналасқан аймақтарын, олардың құрамын және қолдану аясын білетін боламыз. Тағы да мұнай өнімдерін, олардың химиялық қасиеттерін және қолдануын білетін боламыз. Демек оқушылар, олай болса тақырыбымызды ашуға кеттік. Барлығыңыз зейіндеріңізді шоғырландырып, жоғары көңіл күймен бүгінгі сабақты жақсылап біліп аласыздар деген оймен сабақты бастап кеттік. Демек, табиғи газ тағы да мұнайға серік газдар деп екіге бөлінеді екен. Газ текті отындарымыз. Ал табиғи газдың өзі екі фракциядан тұрады. Біріншісі құрғақ газ, метан-этан қоспасы, тағы да пропан-бутан фракциясы. Бұл жерде өзінің атауымен айтып тұр, пропан және бутанның қоспасынан тұрады. Енді олардың бізге қандай қажеттілігі бар, қай жерде қолданамыз деген сұраққа жауап берейік. Демек, метан өздеріңізге белгілі табиғи газдың құраушы бөлігі негізгі. Табиғи газдың құрамында метан 95-6%, этан 1% төңірегінде болады екен. Ал пропан 0,33, бутан болса 0,07% ғана бар екен оқушылар. Ал енді мұнайға серік газдардың құрамында метанның үлесі 63-4%, этанныкі көбірек 10% болады екен. Пропан және бутан болса 11-да тағы 2,8% құрайды екен. Әрине, мұнандай құраммен болатын газдар химиялық тұрғыдан бізге өте пайдалы. Пентан және жоғары азот және сирек газдар көмірқышқыл газы болуы мүмкін олардың құрамында. Енді табиғи газды біз 90% отын ретінде қолданамыз, ал мұнайға серік газдарды болса химиялық заттарды синтездеуде пайдаланамыз. Демек оқушылар, олардың химиялық қасиеттері қандай деген сұраққа жауап берейік. Мысалы, метан 1000 градуста қыздырылған кезде бізде бояу ретінде қолданатын күйе және сутек бөлінеді. Ал метанны 1,5 градуста қыздыратын болсақ, көптеген реакцияларға, синтездерге себепші болатын ацетилен және сутек бөлінеді екен. Тағы да біз бутан, пропан қоспасында кеңінен қолданамыз. Бұл ретте біз бутаннан ыдырату арқылы этан және этилен алуымыз мүмкін. Тағы да никель катализаторымен этанны дегідірлейтін болсақ, бізде этилен түзіледі. Ал алынған этиленді біз полиэтилен алуға, немесе басқа да пластмассалар алуға қолданады екенбіз. Демек оқушылар, мына табиғи газдың немесе мұнайға серік газдың құрамындағы барлық газдармен таныс болдыңыздар. Ал енді мұнайға серік газдардың өзі де тағы 3 фракцияға бөлінеді. Құрғақ газ деп аталады, тура табиғи газдағы сияқты. Ол да метан, этан несінен құралған. Оны отын ретінде жылытқыш дейміз, үйлерімізді, немесе басқа да нелерді, паровое отопление дейміз ғой, сондай мақсатта пайдаланамыз. Ал енді пропан-бутан қоспасын біз пропанды білесіздер, баллондағы газ екенін пайдалануымыз да мүмкін, немесе химиялық синтезде пайдалану да мүмкін екен. Ал тағы да бізде пентан және одан жоғары болған көмірсутектерді бензинге қосу үшін қолданамыз.
Ал енді Қазақстанның газ өндіретін аймақтары қайсы деген сұраққа Атырау, Ембі, Маңғыстау облысы, Бозашы, Теңге, Дүнге түбектері, Қарашығанақ, Кеніші, демек бұлардың барлық газдың 70%-ын құрайтын өңірлер екен. Ал енді тағы да біз сіздермен Қазақстанның газ және мұнай кендері қандай орналасқан деген сұраққа да бүгін толығымен жауап аламыз. Көбінесе бізде газдың орналасқан жері, мына байқадыңыздар, батыс Қазақстанда болып тұр, иә? Ал енді мұнайға тоқталайық. Мұнай қандай зат? Мұнай органикалық заттардың күрделі қоспасы болып есептеледі. Ол түрі қоңыр немесе қара қоңыр болуы мүмкін. Кез келген мұнайдың құрамында қаныққан циклопарафин ароматты көмірсутектер болады. Олардың басқа органикалық қышқыл, күкіртсутек, күкірт, органикалық қосылыстар да болуы мүмкін. Шығарылатын мұнайдың шикі мұнай деп атаймыз, судан тазартылған тауарлық мұнай деп те атайды. Демек, біз мұнайны өңдемес бұрын, оның құрамында қаныққан циклопарафин және ароматты көмірсутектер бар екенін білдік. Ал мына жерде көмірсутектердің үлесі 79-88%-ды құрайды. Ал тағы да оның құрамында сүтек бар екен, 14%-ға дейін. Ал күкірттің үлесі 0,1-5%-ға дейін, оттек, азот және тағы да басқа элементтер де аз мөлшерде бар екен оқушылар. Ал енді Қазақстандағы мұнай кендері қай жерде орналасқан? Демек, бұл да бізде қараңыздар, пайыздарымен айтып жатырмын. Ембі, Доссор, Мақат мұнайлары бізде парафиндерге бай, яғни алкандарға бай дегені. Ал Пророваның мұнайы болса, ароматты көмірсутектерге және нафтендерге бай екен. Олардың пайызы 18%-ға дейін екен. Ал нафтендер болса 46%-ға дейін жуық баруы мүмкін екен. Тағы да метан да болады екен. 37-ден 58%-ға дейін. Демек, біз мына көріп тұрған пайыздық мөлшермен қарайтын болсақ, әртүрлі мұнайның құрамы әртүрлі болып келеді екен. Кейбір мұнай ароматты көмірсутектерге бай болса, кейбіреуі метан немесе басқа да көмірсутектерге бай болады екен. Ал тағы да оның құрамында күкірт бар дедік, 0,46%. Ал парафиндердің мөлшері 2,83, ол қатты түрдегісі парафин деп аталады, 3%-ға жуық екен. Тағы да оның құрамында смола болады, 5%-ға жуық. Демек, біз сіздермен мұнайдың құрамын көрдік. Ал енді оның физикалық қасиетін тағы бір рет сіздерге жақсылап айтып кетейін. Мұнай өзіне тән иісі бар, қара қоңыр түстегі май тәріздес қоймалжың сұйық зат. Тез жаңғыш, органикалық еріткіштерде жақсы ериді, суда ерімейді және судан жеңіл, оның бетінде жүреді. Себебі тығыздығы 0,8-ден 0,95 грамм сантиметр кубке тең екен. Ал енді оқушылар, біз сіздермен мұна біліп алдық, мұнайды қай жерлерде орналасқан, оның физикалық қасиеті қандай. Ал енді біз мұнай өнімдермен танысайық. Біз мұнайды айдау қондырғысы деп аталатын аппаратпен дейміз, переработка дегеннені естігенсіздер. Мұнай өңдейтін заводтарда болады. Айдау қондырғысы арқылы мұнайды айдайды екенбіз, яғни фракцияларға бөледі екенбіз. Демек,
мұнайды айдау қондырғысы мынандай өздеріңіз көргендей құрылысқа ие. Оны біз 320-350 градусқа дейін қыздырған кезде мұнайды ол өзінің құрамындағы барлық көмірсутектерге ыдырайды екен. Ең бірінші болып бізде мұнайға серік газдар ұшып шығады. Олар метан, этан, пропан, бутан болып есептеледі. Оны жоғарыда сіздерге айтып кеттім. Ал енді мынау құрылғының ішкі жағында көлденең қабаттасқан тарелкалар болып, сол арқылы көмірсутектер жоғарыға қарай ұшып шығады екен. Ең жеңіл фракция бұл газолин немесе газдық бензин деп аталады. Ол бізде С5-тен С11-ға дейін 40 градустан 200 градусқа дейін бөлініп ыдырап шығады екен. Келесі бізде лигроин фракциясы С8-ден С14-ге дейін бөлініп шығады. Ал температура 150-ден 250 градус аралығында болады екен. Үшінші фракция бізде керосин. С12-ден С18-ге дейін болған көмірсутектер болады құрамында. Температура 300 градусқа дейін барады екен. Ал енді келесі фракция бізде газойл деп аталады, немесе солярка деп аталады, немесе дизель жанылғысы деген атауда бар оқушылар. Ол С14-тен С20-ға дейін баратын біраз ауыр фракция болып, майлы фракция болып есептеледі. Ал мына газойлдан кейінгі бізде қалған қалдық мазут деп аталады. Енді мазуттың құрамында көмірсутектердің құрамы С20-дан жоғары болады екен. Демек оқушылар, біз білдік, мұнайды айдау кезінде бізде бензин, лигроин, керосин, дизель жанылғысы бөлініп шығады екен, тағы да соңында мазут қалады екен. Ал енді оқушылар, біз мынандай жолмен алған кезде ең көп бізде қаражат болатын бензин, бірақ оның мөлшері аз мөлшерде болады. Тағы да айдаудан алынған бензиннің октан саны, яғни сапасы төмен болады, оның мәні кіші болады. Сіздермен қазір октан саны не екендігін таныстырып кетейін. Оған дейін мұнайды өңдеу, сол мазутты тағы да нақтылап айтатын болсам, химиялық әдіспен өңделеді. Химиялық әдіске крекинг және реформинг кіреді екен оқушылар. Крекингдің өзі термиялық және катализдік деп екіге бөлінеді. Крекинг дегеніміз өзінің атауымен айтылып тұр, ыдырау. Демек, температура көмегімен ыдырау, немесе катализатор көмегімен ыдырау болып есептеледі. Ал енді реформинг болса, ароматтау процесі, яғни алкандарды ароматтау арқылы олардың сапасы немесе октан санын жоғарылатады. Ал енді термиялық крекинг дегеніміз не? Мұнай өнімдерін белгілі бір қысымда үлкен молекулалы көмірсутекті қайта өңдеу арқылы бензинді құрайтын кіші молекулаларға айналдыруды термиялық крекинг деп атаймыз. Ағылшын тілінен аударғанда ол крекинг ажырату, үзілу деген мағынаны білдіреді. Демек, сіздер крекинг ыдырату екендігін білдіңіздер. Ал екіншісі бізде катализдік крекинг. Катализдік крекинг сәл термиялық крекингге қарағанда төмендеу температурада жүреді. Дағын тағы катализатор, яғни алюмосиликаттар қолданылады. Бұл әдіспен көбінесе жоғары сапалы, октан саны жоғары болған авиация бензині өндіріледі. Катализдік крекингде ароматты көмірсутектерді конденсациялағанда кокстеу процесі жүріп, кокс катализатор бетіне қапталады. Катализдік крекинг бензиннің құрамында көп мөлшерде ароматты және изопренді көмірсутектер, яғни қанықпаған көмірсутектер болған соң,
октан саны жоғарылап 80%-ға дейін көтеріледі. Ал енді сіздермен октан саны деген не? Оқушылар, октан саны деген бензиннің сапасын анықтайтын, олардың детонацияға тұрақтылығын, төзімділігін сипаттайтын бұл шартты көрсеткіш болып есептеледі. Детонация дегеніміз не? Детонация дегеніміз бұл кейбір кезде бензин қажетті жерде жанбастан, ана сыртта жанады, яғни глушительда дейміз, сол кезде дауыс шығып кетеді. Бірақ бұндай жану процесінің бізге пайдасы жоқ. Сол үшін біз бензиннің сапасын көтеретін болсақ, оның октан саны жоғары болатын болса, детонацияға төзімді болады, сақтауға төзімді болады, яғни толығымен жану процесіне түсіп, бізге көп мөлшерде жылу береді екен. Біз енді октан санына эталон ретінде изооктан немесе октанның изомері 2,2,3 триметил пентанды алғанбыз. Бұл зат үшін октан саны 100%-ға тең деп қабылданған. Ал басқа заттар соған қарай, соны эталон ретінде алып белгіленеді. Мысал үшін, этил спирті, яғни этанол, оның октан саны 108-ге, метанолды 107-ге, бензолды 106-ға, ал бензолдың гомологтары болған талол, немесе басқа да гомологтарында 120-ға. Бірақ дегенмен, бензол гомологтары олы болған үшін олар қолданылмайды. Ал пентен 1-де 91-ге, ал нормал гептанда 0-ге тең екен. Демек, бізге мысалы АИ93 бензин дейтін болса, оның құрамында 93% изооктан, ал 7% нормал гептан болып келеді. Демек, қадірлі оқушылар, біз октан санын қалай көтереміз дегенде, катализдік крекинг арқылы бензин алғанда көтеріледі октан саны, яғни бензиндің сапасы жоғары болады, немесе реформинг арқылы көтеріледі. Ал енді реформинг дегеніміз ол не? Ароматтау деп айттық, Демек, қазіргі күнде бензинге деген талап өте жоғары болғандықтан, тағы да реформинг арқылы біз шикізат, яғни алкандарды, немесе лигроинді октан саны төмен болған бензинді октан саны жоғары болған бензинге айналдыру процесі реформинг деп аталады. Мына мысалы жазып қойдым, лигроин бізде шикізат екен. Біз оны химиялық синтезде платина немесе молибден катализаторы қатысында реформинға түсірген кезде ол ароматты көмірсутекке айналады. Нәтижеде оның октан саны көтеріледі екен. Демек, оқушылар, мына өздеріңіз байқадыңыздар, октан саны бұл бензиннің сапасын көрсететін шартты көрсеткіш болып есептеледі екен. Бізде изооктанның октан саны 100-ге тең деп қабыл қылынған, ал басқалары соған қарай есептеледі екен. Бұның бәрі сіздерге түсінікті болды деген ойдамын, оқушылар. Ал енді мұнай өнімдерін тағы қай жерлерде қолданамыз? Олар отын екенін білдік, Бірақ отыннан бөлек, оларды біз әртүрлі химиялық синтезде қолданамыз, оқушылар. Мысалы, жолды өңдеуге битум дейтін затымыз бар, мазуттан кейін қалатын гудрон. Соны жол өңдеуге қолданамыз. Тағыда қопарғыш заттар, дәрі-дәрмектер алынады. Резина, краска, лак немесе ерткіштерді аламыз. Тағы да енді мұнайдың, яғни оның өнімдерінің жақсы отын екенін, яғни автомобильдерге, авиацияға, барлық жанылғымен жүретін ауыр жүк көліктеріне, барлығына жанармай екенін білеміз. Тағы да мұнайдан косметикада, жоғыз заттарда қолданылатын заттарды өндіреміз.
Тағы да тамақ өнеркәсібінде қолданылатын май немесе басқа заттарды алуда да мұнай өнімдерден пайдаланып өңделеді. Демек, оқушылар, бүгін сіздермен мынандай бір керемет білім алдық. Олардың барлығы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сіздерге табиғи газ, мұнайға серік газдар және мұнай туралы ақпарат беру, білім беру болған. Біз бұл мақсаттардың бәрін іске асырдық. Демек, бүгінгі сабақтың мақсатына жеттік десек болады. Бүгінгі сабақ аяқталды, оқушылар. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.